Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай сарафан тоқитын боламыз. Бір жасқа арналған, бір-екі жасқа арналған, және де осындай воздушный петля іліп аламыз. 120. Осы одан кейін екі жетін домалақ қылып қосып алатын боламыз. Бастапқы бөлігін екеуін қосып алатын боламыз. Соединительный петля қылып қосамыз. Сосын бір қатар столбик без накида тоқып алатын боламыз. Міне тоқып алдық. Енді ең ақырғы жағын, бастапқы бөлігін екеуін соединительный петля қылып іліп алуымыз керек. Сонда білінбей тұрады. Және де екі воздушный петля көтеріп, столбик с накидом тоқитын боламыз. Бір қатар тоқып шығатын боламыз. Міне, үш қатар тоқыдық. Екеуінен де үш қатар тоқып алдық. Бір қатар столбик с накидом, бір қатар столбик без накида қылып тоқып алдық. Енді столбик с накидом 20 петля тоқимыз. Содан соң 20-ші петляда көбейтетін боламыз. Бір петляның ішінен екі столбик с накидом шығарып тоқып аламыз. Міне осылай әр 20-ші петляда осылай екі столбик с накидын тоқимыз. Осылай бір қатар тоқып алатын боламыз. Одан кейінгі қатарында 21-ші петляда көбейтеміз. Одан кейінгісіне 22-ші петляда көбейтеміз. Міне екінші қатар бұл. Міне 21-ші петляда көбейттік. 22-ші солай көбейтіп кете беретін боламыз. Міне осылай болып шықты. Бұл функция болады. Осындай. Міне байқап тұрсаңыздар, бір сызық бойында осылай көбейтіліп шығарылған. Міне осылай болып шығу керек. Бір сызық бойында көбейтіп отыратын боламыз. Тек осы петляның ішінде ғана. Енді етек бөлігін
тоқитын боламыз. Столбик сына кидім. Бір петляның ішінен 2 столбик сына кидім тоқитын боламыз. Әр петляның ішінен 2 шығаратын боламыз. Астыңғы бөлігін 30 қатар тоқуымыз керек болады. Юбка бөлігін, етегін емес, юбка бөлігін 30 қатар тоқуымыз керек болады. Осылай бір қатар тоқып алуымыз керек. Міне осылай болып шықты. Желбершекті және де екінші қатарын столбик сына кидім. Бір петляның ішінен бір ғана көбейтпейміз ешқандай. Бір петляның ішінен біреу ғана тоқып алатын боламыз. Осылай 2 қатар тоқып алуымыз керек болады. Міне астың бөлігін тоқып алдық. Міне осындай желбіршекті болып әдемі болып шығады. Міне осылай бастапқы бөлігін көбейттік, одан кейін бөлігін көбейтпедік. Енді жоғарғы бөлігін тоқитын боламыз. Міне жоғарғы бөлігін тоқитын боламыз. Енді жоғарғы бөлігінде сарафанның жоғарғы бөлігінде шеткі жағынан 5 петля қалдырамыз. 5 петля қалдырып, осылай арғы жағына дейін 5 петля қалдырамыз. Ең шеткі бөлігінде столбик сына кидім тоқимыз. Міне тоқып алдық, және де ең ақырғы бөлігінде 5 петля қалды. Бір воздушный петля көтеріп, енді теріс жағында столбик без накида тоқимыз. Енді алдыңғы бөлігінде оң жақ бетінде столбик сына кидім тоқимыз. Бір қатар тоқып аламыз. Осылай жалғастырып тоқып кете беретін боламыз. Осылай 16 қатар тоқуымыз керек болады.
міне алдыңғы бөлігі де артқы бөлігіне бірдей осылай тоқып алуымыз керек. Міне артқы бөлігі бірдей болып шығу керек осындай. Енді жоғары жағы бауын тоқитын боламыз. Артқы бөлігінен бастаймыз. Енді столбик без накида тоқитын боламыз. 7 петля тоқимыз. Міне осылай 7 петля тоқып кете беретін боламыз. 50 қатар тоқуымыз керек болады. Міне дәл осылай столбик без накида тоқимыз. Енді тоқып алған соң алдыңғы бөлігін екеуін қосып тоқитын боламыз. Ол үшін мына өрудің ішінен, өрудің оң жақ бөлігінен осылай аламыз. Ал екінші өрудің сол жақ бөлігінен осылай соединительный петля қылып қосып алатын боламыз. Міне осылай тоқылады. Ал екінші бауын дәл солай болып шығу үшін мына жерден 7 петля санап алыңыздар және 7-ші петлядан осылай осы жағынан бастап тоқитын боламыз. Бірдей болып шығу үшін.
шеттерін әлемдеп тоқып шығатын боламыз. Ол үшін осы жіптерді алып, осы жоғары бөлігін столбик с накидом тоқып шығатын боламыз. Осы бау бөлігіне дейін. Міне бау бөлігіне дейін тоқып алдық. Бау бөлігін дәл етегі сияқты осылай көбейтіп тоқып алатын боламыз. Желбершекті қылып, екі воздушный петля көтеріп, столбик с накидын бір петляның ішінен екі столбик с накидын тоқимыз. Осылай болып шығады. Дәл етегі сияқты қылып тоқитын боламыз. Міне бау бөлігін тоқып алдық. Енді осыны теріс қаратып, екінші қатарын тоқитын боламыз. Тек бауында осылай қайтарып отырып тоқитын боламыз. Столбик с накидын тоқимыз. Бір қатар, ешқандай көбейтпейміз. Енді үшінші қатарында столбик без накида осы екінші жағына дейін тоқып алатын боламыз. Екінші аяқ жағына дейін тоқып алатын боламыз. Столбик без накида. Міне сарафанымыз бітті. Дәл осылай енді қалта тоқитын боламыз. Ол үшін
Воздушный петля тоқитын боламыз. Дәл осылай. 25 петля іліп алдым мен. Жиырма бес петля іліп алған соң, сосын столбик без накида тоқып алатын боламыз. Bir қатар тоқимыз. Ал екінші қатарында бірінші петлядан столбик без накида үшеу шығарып алатын боламыз. Осылай көбейтіп отырамыз. Міне осылай көбейтіп алдық. Енді ең ақырғы жағынан да көбейтеміз. Және де осы қалтамыз доғалы болып шығу үшін астыңғы бөлігі төртбұрышты емес, доғалдау, астыңғы жағы доғалдау болып шығады. Ең ақырғы бөлігінде көбейтетін боламыз. Отыз бес қатар тоқып алдық. Және де осы шеткі бөліктерін әдемі болып, сәнді болып көріну үшін столбик без накида тоқып аламыз. Бір айналдырып тоқып келетін боламыз. Осы екінші жағына дейін тоқып келетін боламыз. Міне көргендеріңіздей қалтамыз дайын болды. Енді осыған ортасына гүл тігетін боламыз. Және де астар мата қойып алыңыздар осындай. Және де гүл сызатын боламыз. Домалақ қылып сызып алыңыздар. Және де ортасына точка қойып қойыңыздар.
белгілеп қойыңыздар солай. Міне осы 3 гүл сызып алдық, және де сабақтарын сызатын боламыз. Сабағын, жапырағын сызатын боламыз. Міне осы түстер күлгін түсті мен жасыл түсті жіптер керек болатын болады. Енді гүлін тігетін боламыз. Осы домалақ қылып шеңбер қылып алдық. Енді астың бөлігінен шеңбердің бағана точка қойған центрынан шығарып алатын боламыз. Және де үш бұрышты қылып тігетін боламыз. Қарап тұрыңыздар, кәне үш бұрышты қылып тігетін боламыз. Енді осылай гүлін тігетін боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бірінші бір сызықтан өтпейміз, екінші сызықтың астыңғы жағынан іліп алып, осылай айналдырып, осы үш жіптің ішінен осылай айналдырып отырамыз. Арқа жағына жіпті тігіп отырмаймыз, ешқандай оп-оңай болып осындай. Міне осылай айналдырып отырып, шеңберді толтыратын боламыз.
міне осылай болып шықты. Қатты қысып тоқымаңыздар, осындай пышный болып шықпай қалады. Және де жіпті ары бетіне өткізіп жібін үзіп тастайтын боламыз. Енді 3 гүлді де тігіп алатын боламыз. Дәл осылай. Міне осылай болып шықты 3 гүліміз. Және де осы сабағы мен жапырағын тігетін боламыз. Сабағын тігіп көрсететін боламын қазір. Астыңғы жақтан жібін алып шығарып аламыз. Бір сантиметрдей ары неғылып өткізіп жіпті, және артқа қарай 5 миллиметрдей артқа қайтарып осылай іліп тоқитын боламыз. Енді екінші бөлігін дәл 1 сантиметр бағанағыдай тігеміз. Артқа қарай дәл бастапқы бағанағы бірінші немен сызықпен жіппен осылай 5 миллиметрдей артқа қайтатын боламыз. Дәл осы жалғастырып теге бересіздер. Және де осылай гүлдің шеткі жағынан бір-біріне қосып қоятын боламыз. Енді жапырақ бөлігін тігетін боламыз. Жапырақ бөлігін міне сабақ екеуін сабақ жағынан бастайтын боламыз. Сабағы 1 сантиметрдей осылай өткізіп алдық. Және де бағанағы сабақ бөлігінен дәл сол жерінен шығарып аламыз. Және де екінші жағынан 1 миллиметрдей сәл шетке тігетін боламыз. Дәл солай 5-6 рет қайталып орап сөйтіп тігетін боламыз.
Міне қалтамыз дайын болды. Енді шеткі жақтарын осылай қиып тастадық. Және де осы енді қалта бөліктерін, қалтасын, астыңғы жағын, осы астар бөлігін осылай тігіп алуымыз керек. Ашылып кетпеу үшін осылай жоғарғы жағын тігіп аламыз. Астар бөлігін бірге қосып, және де астыңғы бөлігін сарафанға қосып тігетін боламыз. Міне сарафанға тігіп алдық. Осындай әп-әдемі сарафанымыз дайын болды. Бір жарым жасқа арналған. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі мастер-класс түрлері бар. Менің каналыма өтіп көре аласыздар.